Армысыздар, Сапалы әңгіме каналының тұрақты көрермендері. Сапалы әңгіме сапалы ойдан басталады. Бүгінгі тақырып Бегалы судың королі. Меркі жерінде туып, Шу қаласына қоныс тепкен бір азамат бар. Аты Бегалы, елі төре. Жасы 38-ге келсе де, жүріс-тұрысы, ой-өрісі, іс-қимылы жас жігіттен кем емес. Ел ішінде оны судың королі деп атап кеткен. Себебі ол Шу қаласында су саласының білгірі, еңбекқор, адал, іскер маман. Күн-түн демей ел игілігі үшін қызмет етіп жүрген Бегалыны жұрт қатты сыйлайды. Бір құбырдан ақау шықса, бірінші болып жететін сол. Су ішкен құдығына түкірме дегендей, ол әр іске жауапкершілікпен қарап, халыққа таза, үздіксіз су жетуді үшін барын салады. Жұмысынан тыс кезде Бегалының тағы бір қымбат дүниесі бар. Ол достары, нағыз адал достары бар. Олардың есімдері Нұрбол, Абылай, Бекжан, Еркін, Бейбіт. Бесеуімен де талай жылдық достықтың дәмін татып, қуанышты бөлісіп, қиындықты бірге еңсеріп келеді. Адал дос ауыр күнде сыналады деген сөз рас. Бірде қатты аязда қалада су жүйесінде үлкен апат орын алды. Жұмысшылар жетіспей жатқан сәтте Бегалы достарына хабарласты. Бірден бесеу де келіп, қаланың мұз астынан құбырды қазып, ақауды жөндеуге көмектесті. Бұл ісі ел аузында аңыз болып қалды. Бір отырыста Нұрбол: «Бека, сен суды ғана емес, адамдардың жүрегін де жылыта аласың» дегенде Бегалы күліп: «Ең бастысы жүректе тазалық болсын, судың тазалығы өзінен кейін келеді» деген. Таза су тіршілік, таза дос тірек деген сөз осы азаматтарға арналғандай. Бегалының өмірі көпке үлгі. Ол атақ, марапат іздемейді, жай ғана елге қызмет етуді, ағайын туыстың, халықтың алғысын артық көреді. Ой түйін. Бегалы сияқты азаматтар көп болмаса да, бар екені ел үміті. Ол су саласының майталманы ғана емес, адал достың, еңбекқор азаматтың жарқын бейнесі. Қазақ айтпақ: еңбек түбі береке, дос түбі тірек деген осы. Достар, әңгімеміз ұнаса каналымызға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Сапалы әңгіме сапалы ойдан басталады. Аман болыңыздар.